Assalamualaikum ардақтаған қалдарыңыз қалай? Бүгін қойлардың бағасын білеміз. Енді қойлардан бұрын көбірек тұқымдыққа қошқарлардың бағасымен бөлісейік сіздермен. Оңтүстіктен келген 300 мың. Şimdi koşkar olsun da bu gerek. Etten ölçüsünce alıp gelmedik. Abi sanamadık. 37 mi? Qanchaga kelsesin, mana birag'asi. Tugul urg'ashi hozir. Voy urg'ashi kelmagan. 250 Koşkarlar 320 değil. Это 1 метр değil o. Gisar deydi, бірақ енді құлағы өте Gisar'a ұқсамайды. Бірақ әресіне әрі 150 мыңнан Еділбай. Бүгін біраз қошқарлар шығыпты негізінде. Ақшидігі дейді. 130'dan дейді. Gisar емес шығайын біраздан бірақ. Құлақтары келмейді ғой Gisar'ға. Құлақ кесіп тастағанмыш. Өз пародасы келеді. Бірақ енді семіз екен жігіттер. 130 мың. Ең төмен баға осы қазір 130 мыңнан 320 мыңға дейін қошқарлар болып жатыр. Күйекке дайын тұрған қошқарлар. Жюлич. Қаншадан 90 мың дейді. 1,5 жасарлар. Газелдің биіктігін көріңіз ғой, сонымен есептесеңіздер болады. Жүзелім деп тұр жігіттер. Неше жаста? 4 жаста. Мынау қанша бағалы? Екеуі. 100 деп жатырмыз. Қай жақтың малы? Қордай. Жоқ, кәдімгідей. Осы соңғы қошқарлар жігіттер. Осы мен 160 мың дейді. 3 жасар. Көріп отқандарыңыздай, нарық осындай. Бірақ бүгін бір өте қызықты бір ақпараттарды алдық. Ақши тарапында қандас бауырларымыз 50 деген системмен 200 саулық малды алып, тек сіздер жаңағы жыл сайын шыққан төлден 50-50 бөлісіп отырасыздар деген. Ол туралы ақпарат сіздерге қызық болса, міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Біз келесі видеода толығырақ сол туралы айтып беретін боламыз. Балдардың бұқалары подсостар 220 мың топтың бағасы. 350 ұзын ағаштың малы дейді ғой. 300. Қанша береді братан мынау? Қанша береді мынау 300-ге сойсаң?
Мен алып сатам болды дейсіз ғой. Өскеменнің малы ағайын 260 деп отыр. Yok болады ей, бұқағы барлығы. Көресің қаңбаған. 270 дейді жіктер. Шама 160 килограмм хотя бы. Таза. Полторашка. $350 сұрап тұр. Үйде байланған дейді. Қанша беріп қалады жіктер, айтып өтсеңіздер. Қай жақтың малы? 270. 290. Қанша беріп бұратына реально кескенге сойғанда? Соғанға мынау жарайды, аналар жарамайды арғы. Мына екі жарамайды. Ұрғашаны өркілді анау болмасы. Соғын анау жарайды, мына екі жарамайды арғы. Қанша береді анауыз? Білмеймін. Жіктер қолымды бе 1 литрдей қымыз береді. 700 сұрап отырды қолыммен бірге. Түсірем. Еще жазыңдар. Міне көкбия. А мынау ма? Көкбия түсіріп берем мағыз. Әкесі қоңыр болған ба? Әкесі қоңыр болған ба деймін. Нені құлының әкесі сондай болған? Биен қырсы сиеміз. Базар жоқ екен. Қалайсыңдар, шапырашты бауырлар. 800 дейді. Жібершмейін деп тұр ғой. Бастан алыңыз жолдан. Гос нөмір 329 Зил автокөлігіне. Ардақты ағайын, осымен бітті. Сиыр мен жылқыға қатысты бағаларды естідіңіздер. Негізінен барлығын аралаудың да бір қатты мағынасын көріп отқан жоқпын, себебі бағалар орталамымен бір. Бүгін бірақ жылқылардың арасында айғырларды көрмедік, 1 миллион, 1,5 миллиондық. 800 мен 1 миллионның арасындағы дүниелер екен. Қызық болса, ойларыңыз болса, таныстарда қарап отқандардың арасында Алматы облысында фазанлер болса, әсіресе мынау Жамбыл ауданы, Қарасай ауданы барып видео түсіруге дайынбыз, халықпен бөлісуге. Жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер обязательно, міндетті түрде. Пікір қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіздің арқасында бізде бәлкім шабыттанып, қосымша қызықты видеолар түсіре береміз әлде.